Осы әлемдік үлкен геосаясатта қазір бір адамның ақылы жетпейтін өзгеріс болып жатыр. Біріншісі, осыдан бірнеше сағат бұрын Американың CNBC телеарнасының берген ақпаратында Трамптың өзі қазір қысымға шыдамай, мынау айналадағы елдің бәрі сен Ресейді жақтайсың, сен Путинді жақтайсың деген әңгімелерге байланысты енді аяқ астынан ол өзінің ойын өзгертіп, егер мен президент болатын болсам, мен онда Украинаға соғыс ашқан үшін Ресейдің астанасы Москваға, егер Тайванға соғыс ашатын болса, Қытай астанасы Бейжіңге мен әуеден соққы жасар едім деген мәнде сөз сөйлепті. Енді қазір бұл желіні шулатып жатыр. Себебі Украинадағы адам өлімі күннен күнге артып бара жатыр. Білесіздер, Зеленский осыдан бір күн бұрын Харьковты аламыз деп орыстар шабуылдады, олардың өлімі бізден 8 есе көп деді. Харьковты аламыз деп шабуылдаған орыстар украиндардан 8 есе көп өліп жатыр деді. Ал енді қазірге дейін Украинаға өздері берген қаруды Ресей жеріндегі нысаналарға атуға, қолдануға рұқсат берген тек Англия болып еді. Енді олардың қатары көбейді. Дәл осы сәтте енді Блинкеннің өзі шарасыздан бір әңгіме айтып қалды. Не дейді дейсіз ғой? Біз енді ойласамыз, Америка берген қаруларды Украина Ресей жеріндегі әскери нысаналарға атуға рұқсат береміз ба, бермейміз ба, біз ойланамыз дегенді айтып қалды. Бұлай қарап отырсаң, енді бұл соғыс ушықта қысқасы. Ал орыс, ол тағы да сол атомын алып қоқаңдады. Полшаға қатысты, кезінде Полша мен Ресей жеріндегі бір даулы жерлер бар ғой, сол даулы жерлерді айтып, біз оған кіші көлемдегі тактикалық атом қаруларын, ядролық қаруларды қолдануымыз мүмкін деп орыс тарап қоқаңдап еді. Полша орыстан арман асып түсті. Полшаның жауабы тіпті сұмдық болды. Ол былай деді: сендер егер тактикалық, яғни кіші көлемдегі атом қаруын Полшаға қолданатын болсаңдар, біз қолымызда бар Американың қаруларын пайдаланып, Украин жерінде, яғни Украин жер, жаулап алынған Украин жерін орналасқан Ресейдің бүкіл әскери базаларын, техникаларын адамдармен қосып жойып жібереміз. Полша сөйтіп айтты. Себебі Полша Американың ескі одақтасы, ода кәдімгідей жаңағы Американың қарулары бар және көп. Мысалы, дәл қазір Тайванда үлкен сұрапыл оқиға болып тұр. Тайванның бір өзінде қазір тек Қытайға қарсы бағытталған, ашық жарияланған F-16 жаңағы Американың жойғыш ұшағының өзі 200-ден асады. F-16. Ал оның жарияланған түрі, жарияланбаған түрі қанша, оны бір Құдай біледі. Жарияланбаған түрі қанша, бір Құдай біледі. Ал Украинаға мысалы F-16 әлі жету үшін міне кем дегенде бір ай бар. Кем дегенде бір ай бар. Яғни бұл жерде бұл F-16 жаңағы сіз балаңызды жіберіп көршіге жаңағы сиыр соятын пышағын, дәу қасап пышағын беріп жіберсінші дегенде көршіңіз жаңа қапқа салынған, оралған арнайы қынына салынған пышақты беріп жіберген сияқты әңгіме емес. Бұл жердегі әңгіме біраз күрделі әңгіме F-16-ның. Сондықтан бұл жерде Украинаның басшылары да біз мынау ұзаққа созылған Ресей менен екі ортадағы жаңағы Ресей мен екі ортадағы соғыс алаңында біз басымдылыққа ие болу үшін, біздің кеңістігімізді ұстап отыру үшін бәленбай F-16 керек, ақ керек, көк керек деп Украинаның қорғаныс министрінің үнемі әңгіме айтатыны, бұл әңгіменің соншалықты деңгейде қалқарада шу болатыны, әлі Украинаға F-16 беру кешігіп жатқаны осыдан. Енді қазір жұрттың бәрі білетін бір нәрсе, осы майдың аяғы осы. Осы юн менен жаңағы шілденің июльдің ішінде, яғни мамыр мен шілдеде, маусым мен шілдеде беріледі деп отыр. Қазір енді мамыр ғой енді.
Со маусым мен шілдеде беріледі деп отыр. Маусым мен шілдеде берілсе, оған да тәуба. Оған да тәуба. Қазір енді Трамптың аяқ астынан мен тіпті Мәскеу мен Пекинді бомбалап жіберетін едім деп мәлімдеме таратуы, ол енді бір есептен оның бір тактикасы. Екіншіден ол мына Байденнің соғысты тым ұзаққа созып, сыздықтатып, созбақтатып, әшейін не бітпеген, не қоймаған, екі жақтан да адам шығыны орасан зор. Ол осыны сынайды. Адамдар өліп жатыр, оның бәрінің отбасы бар. Мына соғыс осылай болып кетті деп бұл Трампшал қатты сынайды. Енді Байденнің өзі қазіргі осы мәселеде Американың қаруларын Ресей территориясы ішіндегі нысаналарға ату мәселесінде міне Байденнің енді қасындағы ең сенімді серігі Блинкенге дейін ойланамыз дегені. Бұл соғыс енді сатысы категориясы көтерілейін деп тұр ғой. Категориясы көтерілейін деп. Көрдіңіздер ма? Бұл енді кәдімгідей бір үлкен әңгімеге айналғалы тұр.